Ішкі істер министрлігі республика аумағында 11 адамнан тұратын қылмыстық топтың жолын кесті. Олар Қыздарнет интернет сайт арқылы жезөкшелікпен айналысатын адамдардың жарнамасын жасап, онлайн жеңгетайлықпен айналысқан және күн сайын 2 миллион теңгеге дейін пайда түсіріп отырған. Қылмыстық топқа қатысушылардың жалпы ақша айналымы 8 миллиард теңгені құрайды. Орташалығында жылына 2 миллиард теңгеден асады. Сайтқа жыныстық сипаттағы 6000-ға жуық хабарландыру салынған. Сауалнамалар бойынша қабылданған шаралардың нәтижесінде 150 адам анықталып, олардан жауап алынды. Олар сайттың топ менеджерлеріне жүйелі түрде ақша аударып отырғандарына расталды. Сараптама негізінде сайттағы материалдар порнографиялық сипаттағы туындыға жататыны анықталды. Сондай-ақ ақылы жыныстық қызметтерді іздеп пайдалануға арналған. Астана, Алматы және Павлодар қалаларында жүргізілген тінту шараларының нәтижесінде 23 миллион теңгеге астам ақша, оның ішінде криптовалюта, автомашиналар, компьютерлер, ұялы телефондар және басқа да цифрлық тасымалғыштар тәркіленіп алынды. Сот компьютерлік техникалық сараптама тағайындалды. Аталған факті бойынша қылмыстық кодекстің жезөкшелікпен айналысу үшін притон ұйымдастыру немесе ұстау және жеңгетайлық деген 309 бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Қазіргі уақытта мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп, пайдаланушылардың веб-сайтқа қолжетімділігін бұғаттау бойынша шаралар қабылданып жатыр. Бұл қылмыстық топтың қоғамға төндірген қаупі адамгершілік құндылықтарды аяқ асты ету және жезөкшеліктің таралуына жағдай жасау болып табылады. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеп тексеру жалғасуда.